Так. Сайлау учаскесі. Ой, несі? Тик. Конечно, саламатсыз тұрып шықты. Сен мәдет беремін. Қандай вопрос бар? Кім сіздер? Так, айта беріңіз. Бізде сұрақ көп. Мен қазір бір жаққа асып батқам, шығып батқам қазір. Енді басқа бір кісі бұлар, дежурный. Кім қандай сұрақ бар еді, айтсаңдар. Біз семинарында қоғамдық кеңес кезінде ұсыныс бердік қой, референдум кезінде ұсыныстардың бәрін қабылдадық. Меморандум. Скажи, нормально қабылдамаймыз. Таких общественных организациялар сияқты өте көп. Бәрімен де біздер работаем, мысалы, жұмысты жауапты міндетқа бердік. Совет өткізді ғой сол дейтін да. Кімнің қоғамдық кеңестің кеңесі соған жауабымызды бердік. Олар сізге жеткізу керек. Жоғары жақтан хабарлассам. Жоқ, цекпен де хабарластық. Біздер айтты, біздер заңда жазылған сол бойынша істейміз. 1 метр былай да шықпаймыз, 1 миллиметр былай да шықпаймыз. Заңда қалай жазылған, тап солай айтып өткіземіз. Жоқ, яғни меморандум қабылдамайсыз ғой? Меморандум қабылдамаймыз. Біз заң бойынша. Біз өзіміздің ештеңе қабылдай алмаймыз. Енді мана сіздер кеше семинар бәрін өткіздіңіз, бәрі бүкіл комиссия мүшелері өтті ғой да. Енді мысалы сіздердің қазір 12 ауданда аудандық комиссиялар да, тикта. Сосын тиктар бар, учаскелік комиссиялар бар. Сол тикта тәуелсіз бақылаушы отыра ала ма? Біздер тәуелсіз бақылаушы, бүкіл бақылаушы, байқаушыларға. Бақылаушы дейтін сөз жоқ, байқаушы. Да, заңда сөзілген байқаушы. Международный байқаушылар дейтін бәрі де бар. Оны біздер нететіп алған жоқпыз, таңдап алған жоқпыз. Солай заңда қабылданған да. Сол бойынша жұмыс істейміз. Енді әрбір байқаушыға біздер айтады. Отырады жерін көрінетін жасау керек. Тиктарда да. Тиктарда отыра аласыңдар. Тиктарда тек отыра аласыңдар, когда заседание тик болған кезде. Жоқ, сайлау кезінде отыра алмайсыңдар. Тиктар заседание кезінде отыра аласыңдар. Заңда оқыңдар. Сонда заседание болатында заседание қатыса аласыңдар, қарай аласыңдар. Сосын подведение итогов сағанда заседание болғанда тоже қатыса аласыңдар. Сосын учаскелік комиссияларға біздер айттық бәріне отыратын жерлерге стол қойып қойыңдар. Стол қойып, соны дайындаңдар дедік, чтобы байқаушылар отырғанда бүкіл жағдай жасауға. Суын қоя ма, телефонын қоя ма, тағы басқасын қоя ма да, бәріне де айттық. Сосын байқаушылардың отыратын жері обзорный болсын дедік, бәрін көріп отыратындай болсын дедік. Олар жүрмейді, бірақ көріп отыру керек бәрін. Санау кезінде, сайлау столды ортаға былай тартып әкеліп қояды. Байқаушылар көрінетіндей міндеттің галочкаларды көрінетіндей жерге қою керек. Сол бойынша көрсетіп тұрып міндет ету керек, санау керек. Сонда көрсетіп тұрып санаса, ешкімде ешқандай сұрақ болмайды. Беруіңіз кезіндегі 7-8 метр отырып? Жоқ, 7-8 отырып болмайды. Оны ескертілді бәрінде. Оларға дейтін әдейі мынандай қазір қандай мынандай методичка жібердік. Подсчет голосов на избирательном участке дейтін да. Мұның бәрі дейтін жазып, қалай жасау керек, қалай етіп жасау керек, көрініп отырған бәрін ескертіп. Қазақша, орысша, мысалы, сайлау учаскесінің дауыстары санау туралы. Мұнда қазақша, орысша жазылғанда мұнда бәрін жазып бердік, мысалы. Даже мұнда көрініп тұр, мысалы, қалай жәшіктерді ашу керек, қалай санау керек, қалай по порядку, соның бәрін дейтін расписали. Енді бұладан басқа Ақсайға бардыңыздар, ескерттіңіздер ғой, да? Бәрін ескерттік. Иә, көрдік қой. Енді, қашта Хамидолова? Сосын ОБС-ның наблюдательдері жүр, қазір аралап жүр, бәрін көріп жүр, бәрін айттық. ОБС-ның наблюдательдері кеше келгенде біздің оқып жатқан программамызды таңертең кешке шейін отырып тыңдады, бәрін қарады. Басынан бастап аяғына шейін отырып шықты. Бүкіл учебы жасап жатқан кезде бәрін қарады.
Енді бір сұрақ. Красный лента деген болмайды ғой. Красный лента дейтін болмайды, бірақ түсіндіріп айтады. Енді әрбір сайлау учаскесінде мысалы дейтін байқаушылар қарап отырады, байқап отырады. Олар дейтін ешқандай жүріп ана кішкене араласып барып кедергі келтірмей видеоға, аудиоға түсіреді. Видео, аудиоға түсіресіңдер. Ол ешқандай да кедергі келтірмейді. Бірақ видео, аудионы дейтін соцсетке жібергенде мысалы кісінің жеке түсіретін болсаң, онда жоқ қой заңда. Жоқ, заңда бар. Қайсың жерінде? Заңда емес, ол дейтін заң средства массовой информации заң бар, сонда бар. Біз СМИ емеспіз ғой? Жоқ. Соцсетке жіберуге заң оқып алыңдар енді. Жоқ, келмейді. Қазір мен сіз таласпаймын дейді. Сіз оқып алыңыз, көріп алыңыз. Мен мысалы дейтін жеке мен тұлғамды менің құжатымды шығарып беретін болса, я сотқа бере аламын мысалы дейтін. Сол бере аламын. Сондықтан оны қараңдар, ана кісілерге, ол кісілер әртүрлі избирательдер олар. Заң бұзылатын жағдай, заң бұзылатын жағдайда мысалы дейтін қандай заңдар бұзылып жататын болса, оны дейтін өздерің қарайсыңдар, снимать етесіңдер, оны заңды сотқа беруге көрсетесіңдер, дәлелдейсіңдер, оның бәрін дейтін істейсіңдер. Бірақ өздері айттық мысалы, бәрі сайлау комиссияларына айттық. Сағат мысалы 6-та келу керек, 6-тан кешке келу керек. 6:30-нан бастап мысалы дейтін избирательный участокке наблюдатор отырсу керек пе? Отырсу керек бәрін. 6:30-нан 7-ге шейін урналарды, тазалықтарын, бәрін, ручкасын бәрін көрсетіп мысалы дейтін да, міне осындай ешқандай ештеңе жоқ, тап-таза бәрі дейтін, бәрін қарап шығатындай мүмкіндік жасау керек. Бүкіл байқаушылар, сол кезде бүкіл байқаушылар видеодан жатқа снимать етіп алуға болады, көреді, отырады. Сосын отырғаннан кейін сайлауда өздерің отырасыңдар да, қарап отырасыңдар. Сайлаушылар келеді, дауыстарын алады, жүреді, бәрін дейтін. Сосын біздерге барлық байқаушыларға сұрап отыр. Әрбір сайлаушы избирательный урнаны әкеліп салып тастайтындар, алып кетпейтін жақтасын алып кетпейтіндей болсын. Бюллетенді алып кетіп көріп алсаңдар, сол айтыңыз, алып бара жатыр, көмектесіңіздер. Сосын енді қандай документтер, құжаттар керек екенін көрсетеді, ешқандай біздер құрттай болса да малейший нарушение жасамаңдар дедік. Даже кім сайлаушы қол қойған кезде беріңдер деді. Бюллетенді алғанда бетіп беріңдер деді. Жабысып кетпейтін болсын, ешқандай ештеңе әңгіме болмайтын болсын деді. Енді ана Шапайдағыны білесің ғой, мен соған нанбаймын мысалы. Жабысып кетпейтін, ол дейтін қалай болады? Оның роль никакой не играет, оның еш бюллетенін берген жоқ дейді. Біздер айттық сол кезде, мысалы, ауыл әкімдері сайлаған кезде. Халық кімді выберет, соны сайлау керек. Ешқандай біреуге көзқарасын жақсы анау-мынау дейді, болмайды ешқандай. Бақылаушылар, байқаушылар, сайлау учаскесіне кірген кезде қандай құжат талап етеді? Екі құжат талап етеді. Біреу өзінің удостоверениесі, екінші сіздің қоғамдық ұйымның берген направлениесі. Болды. Ешқандай құжат, ана уставы керек, анау керек, мынау керек деген всякий бұрынғы где-то бәрін алып тастаған. Ешқандай ештеңе жоқ. Тек қана екі құжат берді. Сосын бір участокте бір байқаушы отырады, бір организация. Бұл мысалы ауысуына болады мысалы. Енді бір участокке мысалы дейтін 3 гектар келуге болады организациядан. Бірақ олар дейтін ауысып келіп отырады мысалы дейтін. Сосын тағы қандай сұрақтарың бар? Мөр басып береді ма? Жоқ, сосын біткеннен кейін міндетті түрде байқаушылардың бәрін шығармай тұрып, печаттарын соғып, міндеттерін беріп, протоколды бітірді ғой, решение шығарды, қабылдады, міне қолдарына беру керек. Мөр баспаймын, ондай жоқ деген. Жоқ, ондай болмайды. Оған конкретный запрет жасадық, мысалы дейтін, ондай айтатын болса, сол кісі дейтін жұмыстан қалмайды. Сосын печатын соғып, сол жерден алып кету керек, мысалы. Сосын ішінде избирательный участокта жат бар ма? Дошка бар, сол 2 күн келіп қою керек. 2 күн іліп тұру керек, сол жерден кісілер келіп қарап, танысуына мүмкіндік жасау керек. Ешқайда ешкім алып кетпейді. Заседание бойынша жаңа айтып кеттіңіз, мысалы райтик, гортик, облтик байқаушы дейтін сағат сайын сұралады ма, яқтан? Қалай? Біздер сағат сайын яқтан, сағат сайын яқтан, областной телевидение арқылы хабарлап тұрады. Әрбір аудандан
қанша келіп жатыр, қанша нет, осындай телевидение 2 сағат сайын интервью беріп тұрамыз. Бүкіл средства массовой информация осындай келіп жатыр, осындай жағдайда беріп тұрамыз. Наблюдатель соны ала алады ма, сол бумажный носитель? Сіз айтқаныңыз. Жоқ, оны айта алады, телевизор алып отырсыз, бәрі записывается. Участокта айтады ма, участокта? Участоктерге біздер айттық, мысалы, таңертең сіздер келесіңдер. Сайлау учаскесінің төрағасы айтады. Мына өзінің избирательный участокте 5 кісіміз бар, 7 сайлау комиссиясының мүшелері бар, осындай қабылдап алады, осындай индеттер болады. Сайлау участогіне осыншама сайлаушылар қатысады. Бүгінгі кезде түсіп келген индет бойынша, арыз бойынша осыншама адам үйден деп осындай индет болды. Мынандай индет бар, олар сағат 12-ден кейін барып қарады. 12-ден бір барын алуға болады, бірақ 12-ден кейін тағы да түсіп жатса, соны қосып баруға жетеді. Сосын әрбір сонда баратын кісі 2 кісіден бару керек, ешікпен. Сосын қасында міндетті түрде сұранысында байқаушылар барамыз десе, естіп обязательно апару керек, көрсету керек. Сондықтан соның бәрін істеңдер деді. Содан артық мен не керек екен? Бәрін... Сіз енді жыл сайын айтып жатсыз, комиссия мүшелері орындамай тұрған дейсіз. Енді орындайтын. Мынаны Қазақстан сайлау өтсең, бұзған үшін жауапкершілік. Ответственность, выбор персоналистов. Қандай нарушение olur? Әрбір избирательный участокке іліп қойдық. Әрбір избирательный участокке. Олар білет, мысалы, мынандай сайлау өткен, мынандай кезде, қандай деттер бар, бақтар, что ее ждет, какая нарушение ждет, наказание ждет. Осылардың бәрін үйрет. Енді сауат кісінің бәрі дейтін өкінді ғой. Осыны көреді ғой, мысалы. Референдум кезінде заңбұзушылық болды. Жауапкершілікке ешкім тартылған жоқ қой, мысалы, Ақсайда. Жұмыстан кетті, референдум комиссиясы қарады, ол дейтін ойлап қойды. Қазір енді сегендерге көп рахмет, мысалы, сонда болашақта оны жасамау керек. Қазір негізгі мақсат бірде бір қателік. Олар енді сіздердің аттарыңызды кіргелтіп тұр, мысалы. Сіз алдына өзіне провокация деп есептеймін. Не істейміз оларға? Жұмыстан кетті деп отыр, бірақ әрбір сайлау комиссиясы біздерде әрбір избирательный участок болсын, территориальный комиссия, они все самостоятельные. Мен оны жұмыстан жоғарыдан алып тастай алмаймын. Ол тек қана өзінің шешімімен кете алады. Олар защищенный кажется. Мен оларға бұйрық айта алмаймын. Мен оларға ұрса алмаймын, мысалы, айқайлап мысалы дейсіз. Мен просто оларға методический көмек көрсетемін, түсіндіріп айтамыз, заңның бұзылмауын айтамыз, керек отчеттарды қабылдап аламыз. Солардың бәрін айтамыз. Бұрынғыдай шырылдап жұмыстан қуамын, сөйтемін деп, менде мүмкіндік жоқ. Ақсайда енді қайталанбайды ешқандай. Қайталанбайды. Жақсы, рахмет. Мына кісімен сөйлесейік, онда сіз кетіп барасыз ба? Біз мына кісімен сөйлесіп алайық онда, да? Мен бұндарды жасамаймын ғой сені. Заң айтады. Бұнда істемеймін. Жоқ, сіз жаңа біз СМИ деп тұрсыз. Жоқ, мен СМИ общий айтып тұрғаным ғой. Бұнда вообще жасамаймын. Қалмай біздерде, ағырыз етсе. Мен бұнда жасамаймын. Кім айта алады оны? Сіз білген... бір кітап бере аласыз ба бізге? Заң туралы кітап. А то біз таба алмаймыз, сатылмайды ол деген кітап. Сіз білесіз ғой? Интернетте бәрі тұр. Жоқ, ол интернет, а бізге кітап керек. Біздер сосын саған айтайын. Біздер қазір облыстық аумақтық сайлау комиссиясының сайтын аштық отдельно. Бар ма? Иә, қазір бар. Соған түсіп тұрыңдар. Ұсыныстарың болса, соған беріп тұрыңдар. Қандай жерде қазір енді сайлауға дайындық кезінде, жүрген кезде қандай қателікті болмаса айтыңдар біз. Ол бәрі бірлесіп істейтін жұмыс қой, мысалы. Бәрімізде бірлесіп сол сайлаудың дұрыс болуы. Біз сіздердің мысалы дейтін әрбір байқаушылардан біздер не врага ищем жатқа. Ну вот одну, дайте нам одну книгу. Өткенде бір сайлау кезінде, кездесу кезінде бір айтады. Кейбір байқаушылар тырнақтың астына кіріз дейді. Мен сонда қалай жауап бердім? Айттым, тырнақтың астына кір болмау керек. Да, таза болу керек. Тап-таза болу керек. Ешқандай кір, ешқандай қателік жасауға болмайды. Ол дейтін, ойбай мен байқамай қалдым дейтін сөз болмайды. Сондықтан қалай осы заң түрінде жазылды, біздер енді халыққа, енді жаңа Қазақстан деп жатырық, жаңа өмір деп жатырық да, соған дейтін жаңаша сайлау жасауымыз керек. Болашақта бұл сайлаудың үлкен экзамен ертең мәжіліс сайлау болады, мәслихат сайлаулары болады. Соларға келгенде әрбір сайлауға қатысатын азаматтар сайлау комиссиясының
жұмыстарынан дұрыс бағалап, дұрыс өзім қатыса аламын, дұрыс деген сондай Бізге- сеніммен келу керек. бір кітап беріңізші онда аға. Бір кітап. Бердім ғой. Это брошюра уже просто. Бізге заң туралы. Заң кітабын бері, біз 2 жыл болды сатылмайды ол кітап. Жоқ қой, сіз білесіз ғой сатылымды. Ол кітаптың бәрі, заң туралы кітаптардың бәрі интернетте тұр. Жоқ, ол білемін ғой, бізге қанандай қағаз керек. Кітап. Қазір закон цифровой заман ғой. Бір кітап бере алмадыңыз да, бір кітап тек қана, смотрите. Ол сатылмайтын кітап қой, сіз білесіз ғой соны. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Доброго дня.